Аманат партиясы Шымкент қалалық филиалы ғимаратында жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Ролан Ибрагимов пен Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының басшысы Мақсат Ерденбеков қоғамдық қабылдау өткізді. Қабылдауға алдын ала жазылған азаматтар келіп, аталмыш салаларға қатысты талап тілектері мен өтініштерін білдірді. Айта кету керек, бұл күні басқарма басшыларына мәселелерін айта келгендердің басым бөлігі Абай және Тұран ауданының тұрғындары болатын. Айталық Ынтыбақ шағын ауданының тұрғыны Өміртас Мырзақуатов ақсақал елмекен ішіндегі мешіт аумағына аялдама қажеттігін айтып, басқарма басшысы Ролан Ибрагимовтен осы мәселені шешіп беруін сұрады. Зейнеткердің айтуынша нөмірі 55 және 18 бағыттағы автобустар аялдайтын орынға арнайы аялдама қажет. Ал бұл мәселені назарға алған жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы мәселені зерделеп, оң шешімін табуға атсалысатындығын жеткізді. Сонымен бірге бұл күні Тұран ауданына қарасты Қазығұрт мөлтек ауданының бірқатар тұрғындары энергетика және инфрақұрылымды дамыту, сонымен бірге жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшыларына бірқатар өзекті мәселелер жеткізді. Яғни халқы тығыз орналасқан ел мекенде нөмірі 66 мектепке баратын негізгі көшелерді жарықтандыру маңызды. Осылай деген Жетпісбай Жұрымбаев ақсақал, Қызылқұм, Қызылжар, Бақытты, Бөгенбай Батыр көшелерін жарықтандыру жұмыстары биылғы жылы жүйелі жүзеге асырылса деген ұсынысын білдірді. Ол баратын көше мектепке баратын көше жағы. Қызылқұм көшесі, Бақытты көшесі, Бөгенбай Батыр көшесі, сол 4 көшеге мектепке баратын көшелер. Ит көп. Ит көп жүреді, оқушылар барады. Енді қазір Аллаға шүкір, қазір мектебіміз 66 мектебіміз ремонт болып жатыр қазір. Осы Құдай қаласа келесі айда бітіреді. 40-60 жыл болған трансформатор, бәрі өртеніп жатыр. Бәрі жанып жатыр. Дәулетші деген көше бар, трансформатор. Вообще жарамайды. Биыл 5 трансформаторды ауыстырдым, өзім жүгіріп жүріп, 5-еуді 50 адамнан жоғары қойдым. 250-ліктерді қойдым. Дәу әдемесіне жақсы не алады. Мощный қою керек. Мощный болады. Біздің проблемамыз сол, қазірдің проблемамызды айта берсек, көп. Енді Жетпісбайға былай ғой, ол жерде бірінші мәселе мына ОЖТ деген мекеме білесіз, транзит. Мына Қазығұрттың бәрі электр желілері солардың меншігінде. Енді оларда инвестиционный программа деген бар. Мына қазір мен сізге жазып берейін. Оңтүстік жарық транзит басшысына біз хат жазамыз. 4 көше былай болады. Аудандық неге барасыздар? Акиматқа барасыздар. Сол 4 көшеге арыз жазасыздар. Олар бізге Тұран ауданына 24 жыл 30 көшеге біз жобалау сметалық құжаттамасын әзірлейміз. Соған 30 көшеге олар бізге қазір тізімін беру керек. Осымен Байтам, мынандай көшелерге көшені жарықтандыру керек. Қазығұрт мөлтек ауданынан келген тұрғындардың қоғамдық қабылдауда айтқан өзекті мәселелерінің тағы бірі тар жолдарды кеңейту, жаяу жүргіншілер жолағын салу жөнінде болды. Сонымен бірге қоғамдық көліктердің белгіленген аялдамалардан тыс тоқтап, жол қозғалысына кедергі келтіру жайттерінің алдын алуды да басқарма басшысының назарына жеткізді. Біздің мәселе қазір мынау қоғамдық қабылдауға келдім, ЖКХ-ға, жол басқармаларына келіп, өзімізге осы елді мекенге Қазығұртқа керек нәрсенің бәрін айттық. Не керек екенін. Мысалы бізде жол мәселесі, өкен жаңағы автобус мәселесі, өкен жаңағы көшелерге освещение, жарық орнату мәселесін көтердік. Енді бұлардың жауап қазір берді, ертең сол ауданның әкіміне, қаланың әкімдеріне біз хатпен шығамыз деді. Жауабын бір апта, 2 аптада айтамын деді. Енді соны күтеміз, Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе. Бірақ биылғы жылы біздің өзіміздің елді мекенде біраз жұмыстар жүріп жатыр. Шаман емес, лото қойылып жатыр. Біраз трансформаторларымыз ауысып жатыр. Қазығұртты гүлдендіру, Қазығұртқа бір жеке бір парк, мәдениет үйін өкіметтің емханасын салдырсаққа деген ниеттермен жүріп жатырмыз қазір, Құдай қаласа. Солардың бәрін шешіледі деген ниеттеміз енді, Құдай қаласа. Енді бүгінгі айтқан нәрселердің сәл қанағаттанбай кетіп баратырмыз енді. Енді мына транспорт мәселесін жаңа деген балаға не қылсақ, осы шешіп берем деді ғой, автобус жүргізуге біз транспорт мәселесі шешіледі ме? ЖКХ бойынша сол оңтүстік жарыққа жұмсап отыр бұлар.
Бұлар енді ұмытып жатыр. Жарықтаудың мәселесін келесі жылға 30 көшенің, соны Қазығұрттың где-то бір 10 көшесі жарықтан алады екен. Қазығұртымыз бар, жаңағы Карл Марксымыз бар, Құрсайымыз бар, сол 10 көше құдалықта жарықталатын болды. 2024-те. Біздер Шымкентте міне тартылып жатыр. Инвестиция пәленбай миллиард тартылып, сол ақшаның бәрі қай кетіп жатыр. Салған жолдардың бәрі сапасыз. Мына лотоктор қояды, сапасыз. Толық ақша жеу. Ертең Құдай да көріп тұр ғой оларды. Одан кейін біздің Мақталы көшесі мен Отырар көшесінде жүретін автобус жүретін жолдың үлкейту. Үлкен көше, кішкентай көше, автобус сыймайды. Автобус келе жатса, встречный машина тоқтап, сол көшені бізге үлкейту. Сол мәселемен келдік. Одан кейін Мақталы көшесі мен Сәулетші көшесінде трансформатор бар. Соның ескілген, соны ауыстырып берген ол 5-6 жыл болды. Жылда әкімдер айтады, қатырамыз, соны әлі қатқан жоқ. Сол мәселемен келді. Бәрін жазып алып қалды, істейміз деп, бәрін айтты, енді бұл кісілер енді айтты, біз керек жерлерге береміз, андай-мындай қыламыз деді. Камераларды қоятын жерлерге ол гайға береміз деді. Сондай мәселелерге келдік. Бір мәселе транспорт мәселесі. Ана Нұр деген остановкамыз бар. Соған келеді, автобустар аржанда 500 метрде остановка тұр, оған тоқтамайды, тура жандар бірінің алды магазин алдында тоқтайды. Ниеттен Ғабдуллина көшесі, Мұханова көшесі, Бақтылар көшесі шыққан, бәр мәселе солар тоқтап тұрады. Ал міңізет, бұл жабай остановка көтті да, сол мәселені айттым, содан светофор. Ал Еспек деген магазин бар, соның жанында оқушылар өтемайды. Дорожка салу керек, содан кейін лежащий полицей қою. Жаяу жүріп өтетін. Одан кейін Қызылкүн көшесі бар, өрде де пешеход саған линияны, ал талдың астында тұр. Ол көрінбейді, ол көшіп қалды өзі. Соны жаңартып, сөрге ана қол бастап, оқушылар өтіп кететін, безопасный дорожкамен светофор қойып беру керек. Сол мәселе. Енді жаңа ол уәде берден, телефонда сымтетім жазып алды. Бірақ нәтижесін көреміз. Бірақ уәдесінде тұрдық, 50%, 60% уәдесінде айтты. Бәрін жіберем, мамандар барады, өзіңіз бол, өзіңіз жолығады деді. Сомен қайттық.